Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Үшті объектілер қазіргі сабақта маңызды орын алып келе жатыр. Олар оқушылардың қызығушылығын арттырып қана қоймайды, сонымен қатар оқытылатын тақырып бойынша объектілерді көруге, оларды мұқият әр бөліктерін жеке-жеке қарастыруға мүмкіндік береді. Оны жан-жағынан айналдырып, қарап отыруға. Сондықтан да бұл үшті объектілерді пайдаланудың маңызы күннен күнге артып келе жатыр. Қазіргі сабақта пайдаланып жүрген Карин, Айрлупа сияқты сайттар бар. Олардың бір кемшілігі, біз оларды кез келген тақырыпта пайдалана алмаймыз. Тек сол сайттардың өздері ұсынған үшті объектілерді сол өзіміздің тақырыбымызға сәйкес келген уақытта ғана пайдалана аламыз. Бүгінгі менің сіздермен таныстырайын деп отырған жасанды интеллект түрі бұл сіздерге бір үлкен революциялық өзгеріс әкеледі деп ойлаймын. Сайттың атауы алдыларыңызда тұр. Бұл сайттың ерекшелігі, сіз өз сұранысыңыз бойынша осы сайтқа жасаған сұранысыңыз бойынша үшті объектіні жасатқызып ала аласыз. Демек, өзіңіздің кез келген тақырыбыңызда кез келген тақырып бойынша үшті объектіні жасай аласыз. Бұл барлық пәндер үшін маңызды. Мысалы, география пәнінде карталар, таулар, тау сілемдерін көрсету, географиялық әртүрлі құралдарды көрсету, биологияда адам ағзасының әртүрлі бөліктерін көрсету, өсімдіктер, жануарларды көрсету. Осылайша әртүрлі пәннің өзінің ерекшеліктері бар. Үшті объектілерді пайдаланудың оны пән мұғалімдері өздері жақсы біледі деп ойлаймын. Сайтқа сілтеме әдеттегідей видеоның астындағы бекітілген комментарийда болады. Осы сілтемемен өткен кезде сізге осы бет ашылады. Осы бет ашылған кезде узнать больше дегенді басамыз. Мына батырманы, сол батырманы басқанда сізді жаңа бетке көшіреді. Міне бұл бетте сізге 200 кредит беріледі. Сайттың қандай мүмкіндіктері бар? Сайттың екі мүмкіндігі бар. Біреуі суретті үшті объектіге ауыстыру. Мұнда сіз өзіңіздің суретіңізді қоясыз да, содан кейін содан үшті объект жасайсыз. Екіншісі, тексті үшті объектіге айналдыру. Мұнда сіз енді тікелей өзіңіздің текстіңіз бойынша үшті объекті жасай аласыз. Сайт қатып тұр. Міне мұнда өзіңіздің мәтініңізді қоясыз. Мұнда жерді басқан кезде сізге жаңағы өзіңіздің дайындап қойған фотоңызды жүктеп алып, сол фотоны үшті объектіге айналдыра аласыз. Енді біз мәтін бойынша үшті объекті жасап көрейік. Мұна жерде сіздің бұрын жасаған үшті объектілеріңіз көрсетіліп тұратын болады. Мысалы, мұнда отырарда мен сұрағамын. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, үшті объекті осындай жасап берді. Енді мен қазір тағы да бір тапсырыс жасап, сол тапсырыс бойынша қалай жасалатындығын бірден көрсетейін сіздерге. Міне сұранысты жасадым. Енді үшті модель құру деген батырманы басамыз. Егерде кредиттеріңіз бітіп қалса, бұл 50 кредит тұрды. Міне біздің 200 кредитіміз болған, қазір 150 қалды. Егерде кредиттеріңіз бітіп қалса, одан еш қорқудың қажеті жоқ. Оны қалай еңсеруге болатындығын маған жазсаңыздар, мен түсіндіріп айтып бере аламын. Кредитті қалай қайтадан көбейтіп алып, қайтадан жасай беруге болатындығын. Бұны шексіз істей беруге болады, еш қорықпаңыздар. Әрбір тақырып бойынша жеке-жеке бірнеше
осындай үшті модельдерді құрастыра бере аласыздар. Астыда комментарийда жазыңыздар, егерде қажет болатын болса, мен кредитті қалай көбейтіп аламын деп, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын, оны қалай істеуге болатындығын. Міне, біздің үшті объектіміз дайын болды. Көріп отырғаныңыздай, қалқаны, қылышы, садағы, қорамсасы бар жауынгерді бізге берді. Екінші объекті тағы да осындай орта ғасырлық рыцарьдің суреті. Тағы да бір жасап көрейік. Енді адамның жүрегін жаса деп тапсырма беріп көрелік. Генерация жүріп жатыр. Төменде абзал қылынбай деген менің каналымды басып, каналға өтіп, басқа да тегін жасанды интеллект түрлерімен немесе оқытушыға қажетті оқыту платформаларымен танысуларыңызға болады. Міне жүректің үшті объектісі бізге жасалынып берілді. Әрине бұл айрлупадағы сияқты кереметтей жақсы емес, дегенмен де жаңағы оқушыларды қызықтырып осыны көрсетуге болады. Тағы да біреу жасап көрелік. Егер де видео сіздерге қызықты болатын болса, лайк басып, каналға жазылыңыздар. Каналға өтіп, міндетті түрде жасанды интеллекттің өзге де тегін түрлерімен, оқыту құралдарымен танысыңыздар. Аяқталып келе жатыр генерация. Міне генерация жасалынды. Бірінші объектіні көрелік. Міне мынандай Эверест тауы. Әрине нақтылы сондай кереметте жақсы сапада емес, дегенмен де
окуучуларга көрсөтүүгө болот.